Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Даниярбек Сұлтан және бұл Стоп коррупция бағдарламасы. Соңғы күндері еліміздегі тұрақты жаңалықтардың басым бөлігі мемлекеттік және жеке компаниялардың топ менеджерлердің, бақ басшыларының, шенеуніктердің отставкасы мен тұтқынға алынуы. Әзірге тергеу тексеру жүргізіп жатқанда, қоғамда кім кінәлі және не істеу керек деген талқылау жүріп жатыр. Елімізде сыбайлас жемқорлықпен кімнің күресіп жатқаны байқап көрейік, және ол неліктен қанға сіңгендей қиындықпен түзетін бәле болды. Ендеше осы тақырыпты талқылайық. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстардың алдын алуы, анықтау, бұлтартпау шаралары, ашу тексерумен Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы бюросы айналысады. Парақорлық пен лауазымды қылмысқа тап болған кез келген азамат ұлттық бюроға немесе тұрғылықты жер бойынша аумақтық департаментіне өтініш жазуына болады. Өтініш жазудың 3 тәсілі бар. Біріншіден, өтінішіңізді жазбаша түрде мына мекенжайға жолдаңыз. Астана қаласы, Сейфуллин көшесі, 37-ші үй. Екінші тәсілі, Transparency Қазақстан ең ұнайтын тәсілі. Өтінішті электрондық үкімет порталы арқылы жолдаңыз. Ол үшін өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы болуы шарт. Ал ең оңай тәсілі кол орталыққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметіне 1494 нөміріне қоңырау шалу. Дегенмен жалған айыптау үшін жауапкершілік жүктелетін, сондай-ақ жасырын қоңырау қабылданбайтын білуіңіз тиіс. Ол жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібін туралы заңмен реттелді. Сондай-ақ мәселесін шын мәнін айтылмаса, өтінішті қаралмайды. Бірақ бұнда заңды ескеру бар. Дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыс туралы мәлімет болса, немесе мемлекеттік немесе қоғам қауіпсіздігіне қатер төнсе, жолдау анонимді болуы мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты тұтқындаулардың жиілігін соншалық, тіпті жоғары лауазымды қызметінде күдіктілердің жеңішімен жалғасқан сыбайластығына да таң қалмайтын болдық. Жемқорлықтың түп тамырын тереңдегеніне не себеп? Мәселе азаматтардың өз өмірінде жемқорлық схемасын енгізіп алғандығында. Бұл туралы әлемдік жемқорлық барометрі жасаған зерттеуі көрсетіп отыр. Азаматтардың 29% пара бергені мойындаған. Бір жағынан зерттеуге қатысқан 28% адам пара төлеуден бас тартамын мәлімдейді. Сөйтіп жемқорлықпен өз деңгейде күреседі. Азаматтар тарапынан жемқорлықпен күрестің елімізде онша жетілмеген тағы бір түрі құзырлы органдарға қылмыс туралы хабарлау. Дегенмен жемқорлықпен күрестің жағымды және жағымсыз кейіпкерлеріне оралайық. Әрине, жоғары шенді қызметкерлер мен ірі компаниялардың басшыларын парақорлығын сенім телефон арқылы хабарламайды. Атышулы қылмыстарды ұлттық бюроның жедел тергеу бөлімшесі әшкерлейді. Алайда сыбайлас жемқорлықпен күрестің ең тиімді тәсілі барлық азаматтарының заң алдындағы теңдігі және алдын алу шарасы. Бұл дамыған елдердегі жемқорлыққа төзімсізді қалыпты жағдайда айналған іс жүзінде дәлелдегені көрсетіп отыр. Мен заңның үстемдік құрғанын қалаймын және жемқорлыққа қарсымын. Сіздер де соны қалайды деп үміттенемін. Бәріміз бір ауыздан стоп коррупция дейік.